Баршаға сәлем достар. Өткенгі сабақта біз сіздер менен CapCut бағдарламасын нөлден бастап көптеген функциялармен танысқан болатынбыз. Біз өткен сабақта видеоға анимация жасау туралы сабақ өттік, және де біз CapCut бағдарламасында видеоны қалай дұрыс құю туралы да сабақ өткен болатынбыз. Енді бүгінгі сабақта сіздер менен CapCut бағдарламасының корректировка бөлімімен танысып өтеміз. Яғни бұл видеоға бояу беру 60 FPS пен түсірілген видео. Міне біз осы видеоға цветовой коррекция беруді үйренеміз. Мына жерде основной бірінші бөліммен танысып шығамыз. Бізге мына готовый фильтрді осы жерде интернеттен жүктеп алған луттарыңызды негізде фильтр деп атайды. Мысалы, мен мына фильтрдің біреуін қойсам болады осы жерде. Осы бір фильтрді алып былай қою. Осы фильтрді алып мына жерге мен қоямын. Сол кезде видеоға бояу береді. Біз оны лут деп атаймыз негізінде. Мінекей видеоға автоматты түрде қойылды. Мінекей нәтижені көрдіңіздер. Мына жерде бояу жоқ. Ал мына жерде қазір бояу қосылады. Мінекей. Сіздерге жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Лут деген нәрсе осындай дайын фильтрді лут деп атайды. Ал біз енді келесіге кірісеміз. Жалпы лут түсінікті болды деп ойлаймын. Бұл жерде лутты қойғаннан кейін мына жерде уровень болады. Осы көбейту немесе азайту деген уровень болады. Соны қоясыздар. Мынау защитный тон деген, орысшаны түсінетін болсаңыздар, защитный тонды қосыңыздар дейді. Цвет кожи более естественным дейді. Егер адам болатын болса, осы видеода адамның бейнесі болса, соның бетіндегі кожаның түсі шынайы болсын кезде біз осы функцияны қосып қоямыз. Ал бізде қазір табиғаттың видеосын түсіріп жатқанға бұл жерде бұл функцияның қазірге керегі жоқ. Кейінгі температура. Яғни температура, сіз мысалы белгілі бір жерде видео түсіріп жатырсыз, бірақ видеоның атмосферасы ұқсамай жатыр. Сіз суық жерде түсіріп жатқан болсаңыз, бұған температураны түсіріп қоясыз. Сол кезде сіз түсіріп жатқан кадрға сәйкес келеді осы нәрсе. Егер суық жерде көшеге шығып, мысалы суық жерде видео түсіріп жатқан болсаңыз, дәл осы жерде осы температураны пайдалансаңыз көкшілдеу болып келеді. Яғни видеоңызға кәдімгідей сол шынымен суық деген атмосфера береді. Ал мына жерде теплый деген бар, бұл ыстық, күннің ыстығындағы атмосфераны береді. Мысалы күн қатты ыстық болатын болса, осылай сарғыштау түске енеді. Бұны дәл осылай қойсаңыздар болады. Мына жақта оттенок деген бар екен. Видеоңыздағы бұл мына жерде оттенок деген бар екен. Бұл сіздің видеоңыздағы түстерді өзгертіріп жіберу мүмкін. Яғни мына жерде жасылды, тек жасылды қалдырады. Қалған түстер боялмастан ақшылдау болып қалады. Бұл тек қана жасыл түсті жақсы бояйды деген сөз. Сол сияқты мына жерде фиолетовый цвет қай жерде бар болса, сол түсті бірден осы оттенок тауып береді. Мына жерде насыщенность деген бар. Бұл видеоңыздың контрастын асырады. Яғни мына жерде простой черно-белый цвет болса, мына жерде орташа өзіңіздің, мына жерде орташа, бұл яғни өзінің стандарт качествосы. Ал мына жерде бояу контраст береді, яғни өте қатты видеоға бояу қосып береді деген сөз. Насыщенностьті до конца қоюдың қажеті жоқ. Негізі примерно осы 13-терге қойсаңыздар да сіздерге более нормальный качество береді. Көпшілік телефондар негізінде качество анық болғанымен, бірақ ол камера болсын, телефон болсын, ода бояулар өзінде жеткіліксіз болады. Сол үшін видеоға осындай бояуларды беретін болсаңыз, видеоның атмосферасы өте әдемі болады. Мына жерде экспозиция деген бар екен, біз осыны қолданып көрейік. Бұл видеоға сіз мысалы қараңғыда түсетін болсаңыз, экспозицияны қоссаңыз, бұл сіздің видеоңызды ағартып береді. Яғни қазір мен осыған бір мысал келтіремін. Мен мына жерде қараңғыда түсіргенмін осы видеоны. Дәл осыған мен қазір экспозицияны қосамын. Яғни мінекей көрдіңіздер, мен қараңғыда түсірген видеоны бұл более яркий қылып берді. Мынау эффект жоқ. Бұл жерде экспозиция қазір қосылмады. Қазір экспозицияны 50-ге алып барамыз және нәтижені көріңіздер. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Видео контраст қосудың қажеті жоқ негізінде. Неге десеңіздер, бұл түнгі түсірілген кадрда контраст берсеңіз, видеоның сапасын бұзып тастайды. Бұл жерде контраст емес, насыщенность
дегенді қосу керек. Неге десеңіздер, сіздер контраст қоссаңыздар, бұл видеоның сапасын қара түсті тым қара қылады, қызылды тым қызыл қылып, сондай қандай түс болса соған өте қатты бояу беріп жібереді. Сол үшін бұл жерде қараңғыда түсірілген видеоға желательно насыщенностьті қоссаңыз, сізге более яркий және де яғни четкий бояу береді. Ал кейінгісі, мен мысалы міне түсіріп жатқан видеоға кейінгісі контраст береміз. Неге? Көрдіңіздер ма? Контраст качествосын құртады. Где-то 10-ға шейін алып барамыз. Бұл более-менее нормальный качество береді. Енді осветление деген бар. Бұл осветление деген видеоңыздағы цветті тым жарық қылады. Болды, осы бір ғана функциямен істейді. Яғни видеоңызда кішігірім жарық цвет болса, сол жарық цветті более үлкендетіп ашып береді. Ал мына жерде тени деген бар. Тени деген не ол? Қараңғылық түсірілген қараңғы бір кадрлар болатын болса, мысалы мына жерде қараңғы бар, мына жерде қараңғылау нәрселер бар, қараңғылау түстер бар. Осыны міне более қараңғы қылып тастайды. Результат осындай болады. Бұл тень дегенді жаңағы қараңғыда түсірілген видеоға пайдаланса, өте бір жақсы функция қосылады. Мінекей тени қосылды. Неге? Менің қараңғыда түсірілген видеом более яркий әрі качественный шықты. Енді бұл жерде мен белый дегенді қосып көрейін. Белый дегенде нормальный качество берді. Егер тени мен тени, яғни көлеңке, осы екеуін бірден қосатын болсаңыз, сіздің видеоңыздың качествосы бұзылып, ортада мынандай шумдар пайда болады. Бұл жерде екеуінің настройкасын видеоңыздың сапасына қарай осылай жылжытып, өзгертіп отырсаңыздар болады. Кейінгісі черный. Мен бұл эффекттерді не үшін қараңғыда түсірілген видеоға көрсетіп жатырмын. Неге десеңіздер, бұл тень, белый, черный дегендер осындай қараңғыда түсірілген видеоларға более жақсы качество береді. Ал мысалы мен мынаны белыйды күндізге қойсам, слишком яркий қылып тастайды. Ал черныйды қосып көрейін. Көрдіңіздер ма? Күндізі түсірілген видеоларға бұл функция өте қатты қажет етпейді. Енді мына жерде черныйды құр өзін қосам, бұл слишком яркий, слишком темный қылсаңыз да сіздің видеоңызға өте қатты әсер қылады. Яғни ортада шум қатты пайда болады. Ендігі кезек гениальность деген бар екен. Гениальность деген бұл да сіздің видеоңызға более яркий бір бояу береді. Яғни гениальность бұл да тура контраст сияқты бір видеоға наращивание, яғни бояу береді. Кейінгісі резкость деп қойыпты. Бұл резкость деген видеоның текстурасы. Яғни мына жерде сіз көріп тұрған мынау бүткіл сызықтар текстурасын улучшить етіп береді. Мысалы мына жерде текстуралар негізінде анық емес. Осы текстура анық болу үшін біз резкостьті қосамыз. Мінекей до конца қостым. Бірақ бұл текстураны өте керемет қылып берді, бірақ бұл жерде качество более бұзылып қалды. Мен бұны до конца қоспаймын. Где-то осындай бір 27-ге қойдым. Мінекей более-менее анық текстура шықты. Кейінгісі четкость деген бар. Мына текстурамен осы екі функцияны қоссаңыздар, сіздер 4К форматта түсірген сияқты видеоңызға качество береді. Мінекей. Жалпы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын, бірақ бұл функциялардың барлығын барынша қосып тастаған дұрыс болмайды. Частицы деген бар екен. Бұл частицы негізі қосудың қажеті жоқ. Неге десеңіздер, бұл сіздің видеоңызға осындай мінекей мынандай бір шумдарды береді. Яғни бұл бізге керек емес. Енді выцветание деген бар екен. Бұны да қосып көрейік. Бұл туманный эффект десе де болады. Яғни сіздің видеоңызға туманный эффект қосады екен. Яғни мен осыны до конца көрсетейін. Мінекей нәтижені көріп отырсыздар.
Бұл как будто сіз айнаның ішінен, мына зданияның ішінде тұрып, сыртты түсіріп жатқандай бір кадр береді екен. Яғни сіз анық емес, нашар камерамен түсіріп жатсақ сізге эффект береді. Бұл пайдаланудың қажеті жоқ онша бұл видеода. Ал міне ең соңғысы болса винетка дейді екен. Бұл винетка мінекей көріп тұрғандарыңыздай дәл осындай винетка, қараңғы түс береді. Бұны тағанса қоюдың қажеті жоқ негізі. Міне видеоңызға осындай бір 10 қылатын болсаңыз, міне более нормальный качество береді. Ал міне кейінгісі минус деген минусқа қоятын болсақ, бұл видеоны ақ винетка береді екен. Қаласаңыз қара, қаласаңыз ақ винетканы дәл осылай видеоңызға қойып алсаңыз болады. Бірақ бұл винетка күндіз түсірілген видеоға өте жас болса да, қара болса да, бірақ винетка деген қараңғыда түсірілген видеоға негізінде онша керегі де жоқ, почти керек емес десе де болады. Мінекей нәтижені көріңіздер. Мінекей қараңғыда түсірілген видеоға негізі керегі де жоқ винетканың. Бұл сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ал мына жерде сохранить как пресет, применить ко всем деп қойыпты. Бұл не функция деп ойласаңыздар, сохранить как пресет деген, яғни бұл жерде сіздер осы настройканы істедіңіздер, мысалы осылай видеоңызға осылай бір настройкаларды істеп қойдыңызда, видеоның качествосы анық шығу үшін мен түсіндіргендей өзіңіздің видеоңыздың качествосына қарай осылай настройдым. Мінекей қараңғыда өте керемет болды. Өздеріңіз нәтижені көрген болатын шығарсыздар жаңа. Енді мен осыны видеоны әр монтаждаған кезде қайта осылай істеп отырмау үшін, мысалы мен осыны пресетті сақтап қойдым, ночной эффект деп сақталды. Ал енді бұны қай жерден табамыз десек, енді осы пресетті, сақталған пресетті табу үшін корректировка бөліміне кіреміз, және мені ваши деп қойған жер бар, мені пространство Халмұрат Құдайбердиев деп мен осы тіркеп қойғам өзімнің аккаунтымды осы CapCut бағдарламасының. Сол үшін бұл пресетті CapCut бағдарламасына тіркелмей жатып сақтай алмайсыздар. Сол үшін менде готовый пресет шықты. Дәл осы кез келген видеоға кез келген уақытта қоя аламын, және бұл пресет мендегі тура настройкалар, осы пресет сол алдын істеген настройка арқылы сақталған болады. Яғни сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Кейінгісі. Ал сосын кейінгісіне өтеміз. Бұл HSL. Бұл HSL-ді сіз жақсылап түсініп алсаңыз, видеоңыздың качествосы өте керемет болады. Бұл HSL негізінде өте оңай. Жалпы сіздерге түсінікті болу үшін бір түстің өзімен сіздерге түсіндірсем болады. Мысалы, мына жерде қызыл түс онша көріп тұрған жоқпын, сол үшін бізге қызыл түс керек емес. Енді сіз пайдаланып жатқан видеоңызға байланысты ол нәрсе. Мына видеода мысалы қызыл түс онша жоқ десе де болады, яғни мына жерде оранжевый, жасыл, бұл жерде көзді тартып тұратын екі түс, яғни екі түс, көк және жасыл. Ол үшін біз мінекей, ал мына жерде насыщенность деген бар, видеоңызды қатты бояп тастайды. Мінекей көк түсті осылайша боядым. Ал мынау болса яркость, яғни мінекей сіздің видеоңызды яркий, осы көк түс яркий немесе темный болсын деген сияқты. Бұл жерде енді жасыл түсті жоқ қылатын болса, біз осыны барымыз, сол жердегі мұны бүткіл жасыл түстің барлығы осылайша жойылып кетеді. Осы HSL функциясы менен өзіңіз қалаған түсті қалағанша яркісін көбейтіп, тональностьтің, насыщенностьтің түсінікті болды деп ойлаймын. Осы жерде қалағанмен өзгертіріп отырсаңыздар болады. Ал мына жерде кривый деген бар, яғни мына жерде ақ түс екен. Қазір көреміз. Ақ түс. Яғни осы кесілден осындай точка менен сіздің видеоңыздың качествосын өзгертуге болады, бірақ бұл ең профессионал адамдар үшін, яғни колорист профессионалдар болады.
мына жердегі готовый фильтрді пайдалансам болды. Бірақ мен бұл функцияны онша көп пайдалануды жөн көрмеймін. Неге десеңіздер, бұл өте видеоның мелочь монтажына дейін керек болатын кезде осы кривой функцияны пайдалансаңыз болады. Бұл жайлы кейін бір арнайы сабақ істеп бірге үйренеміз. Жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Айтпақшы, сіздерге кішігірім бонусым бар. Как раз осы маска бөліміне кіріп қаппыз. Мына жерде тура осылайша киношный эффект қоссаңыз болады. Яғни, мінекей, видеоның астында үстінде қара цвет бар. Осы тура кино сияқты сіз видео түсіретін болсаңыз, осы масканы дәл осы қойып қойсаңыз болады. Жалпы сіздерге видео түсінікті болды деп ойлаймын. Біз келесіде фильтр бөліміне эффекты, переходы, текст, стикері, дәл осы нәрселермен танысып шығамыз. Сосын мына инструменттер не, және мына диктофон, озвучка, осы сияқты нәрселермен бірге танысып шығатын боламыз. Жалпы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сау сәлемет, аман болыңыздар.